Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайындағы тауық қуырмашы, яғни тапанжидың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Соңына дейін асықпай көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен үйдегі адам санына қарай 1,5 кг тауықтың сан еті және картоп, жартылай ащы бұрыш, пияз, бірнеше тіс сарымсақ алдым. Осылардың бәрін орташа үлкендіктегі етіп турап аламыз. Бұл жерде азық-түліктер 4 ересек адамға мөлшерленген. Ал сіз қалауыңызша көбейтіп немесе азайтып алуыңызға болады. Осы туралған етті ыдысымызға салып, оған бөлме температурасындағы су құямыз. Сосын суға 1 шай қасықтай тұз саламыз және еттің күлімсі иісін азайтып, етке дәм беру үшін бірнеше тал лавр жапырағы және 1 уыстай сычуан бұрышы, яғни хуажау саламыз. Бір бұрқ етіп қайнап көбігі шыққанға дейін отқа қоямыз да, оған дейін қуырмашқа қосымша ретінде салынатын тестаға қажет қамырды орташа жұмсақтықта илей береміз. Некі етте қайнап көбігі шықты. Енді осының алдымен көбігін сүзіп аламыз да, артынша бірден етті сүзіп аламыз. Қайнатудағы мақсатымыз осы көбігін алу болғандықтан етті пісіріп отырмаймыз, ал сорпаны қоя тұрамыз, ол қуырмашқа керек болады. Бұл тағамға істетілген дәмдеуіштердің бәрін арнайы китайский дәмдеуіштер сататын дүкендерден тауып алуыңызға болады. Жаңағы қамырымызды да осылай біркелкі майда болғанға дейін бірнеше рет тындырып, қайталап илейміз. Сосын оқтауменен жұқалап жаямыз да, арасы жабысып қалмас үшін сұйық майды жағып, орап бір шетке қоя тұрамыз. Енді қазанға мөлшеріне қарай сұйық май құямыз. Оған 1 ас қасықтай қант саламыз да, қант ерігенше қыздырып араластырып отырамыз. Осылай қант ерігеннен кейін жаңағы тауықтың етін салып қуыра бастаймыз. Сосын 1 ас қасықтай соя сұйықтығын құямыз. Қант пен соя сұйықтығы тауық етінің сыртын қызарту үшін, бірақ үй жағдайындағы оттың күші әлсіз болғандықтан етіміздің сырты соншалық қызармады, бірақ дәмі керемет. Енді жаңағы туралған көкөністерімізді көріп отырғаныңыздай рет-ретімен салып, бірнеше минуттан қуыра береміз. Қуырмашқа томат және басқа да дәмдеуіштерді қосып, жаңағы сорпамызды құямыз. Сосын осы тапанжи қуырмашына арнайы дәмдеуіштер қоспасын мен жеген кезде артық заттарды теріп отырмас үшін арнайы таза дәкіге орап, түйіп саламын. Қуырмашымыздың тұзын, суын бәрін теңшеп құйып болғаннан кейін
қуырмашымыз қайнап пісем дегенше тестасын салуға кірісеміз. Ол үшін ыдысқа қайнап тұрған суды құямыз, аздап тұз саламыз да жаңа жұқалап жаймалап қойған тестамызды жіңішкелеп кесіп, жұқалап созып сала береміз. Арасында осылай қуырмашымызды араластырып қоюды да ұмытпаймыз. Піскен кезде отын сөндіріп қоямыз. Егер қамырыңыз өте қалың болып немесе созғанда үзіліп тоқтамаса, көріп отырғаныңыздай саусақтарыңызбен тақтайдың үстіне басып, сосын созсаңыз, өте жұқа, әдемі созылатын болады. Қамырымыз осылай бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін сүзіп аламыз да міндетті түрде суық судан бір өткізіп аламыз. Сонда дайын болған тестамыз бір-біріне жабыспайды, езілмейді, әдемі болып тұрады. Мінекей тестамыз да дайын болды. Енді осы тестаның үстіне пісіп дайын тұрған қуырмашымызды саламыз да қонақтарымызға ұсына береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.